Well, now, really, when we go back then to falling in love and say it's crazy, falling. You see, we don't say rising. There is in it the idea of the fall. Әлемдегі ең ащы удың не екенін білесіңдер ме? Ешқандай ем жоқ. Бұл дүниеде оның ауыртпалығын ештеңе қайтара алмайды. Адамды іштей жегідей жейді. Ол өкініш. Мен саған бір сұрақ қояйын. Өз арманыңа ұмтылып, өзің қалаған өмірді сүрмегенің үшін өкінер медің? Отбасыңмен, достарыңмен немесе өз сүйген адамыңмен уақыт өткізбегенің үшін өкінер медің? Менің ойымша, мұны сен тек қартайған кезде ғана түсінесің, немесе өлім аузында жатқанда. Сондықтан қазір біз көзімізді жұмып, қарттықты елестетіп көреміз мысал ретінде. Көз алдыңа елестетші. Сенің жасың 90-да. Сен орындықта отырсың. Көзіңді жұмып, өткен өмірге зер салып ойладың. 90 жыл ішінде не істегеніңді. Бірақ сен ақша тапқаннан басқа еш нәрсе істеген жоқсың. Ал сол ақша не үшін? Жұрт сияқты үлкен үйде тұрғың келді. Қарапайым көлікті менсінбедің. Керемет көлік, үй аламын деп, елден асып түсемін деп, өз арманыңа қол сілтедің. Жұмысқа басыңмен кірдің. Бірақ сол қымбат көлік пен үй сені өкінішке толы жаныңды жаза алмайды. 90 жасыңда сен өмірдің мәні үй мен көлік емес екенін түсіндің. Тіпті атақ абырой да емес өмірдің мәні. Өмірдің мәні ол өз арманыңды іске асырып, өз арманыңмен өмір сүру. Алайда сен арманыңды ешқашан іске асыра алмайсың. Себебі тым қартсың. Сен әрең қозғалып жүрсің. Қолыңнан еш нәрсе келмейді. Бар шамаң жететіні өз өткеніңді өкінішпен еске алу. Міне, өкініштің о деген осы. Ал енді көзіңді аш. Сен кәрі емессің. Сен жассың. Сенің бар өмірің әлі алда. Сондықтан өз арманыңа қарай қадам жаса. Иә, білемін. Сенің алдыңда әртүрлі кедергілер кездеседі. Сенің қолыңнан келмейді деп айтушылар да табылады. Сенің бойыңда қорқыныш пен сенімсіздік торғылдайды. Себебі бұл дүниелер менің басымнан өтіп жатыр дәл қазіргі сәтте. Мен қорқамын, осы менің істеп жатқан ісім іске аспай қала ма деп. Осы сәтте мен Илон Масктың мына сөздерін есіме аламын. Ол былай айтқан: егер сен істеп жатқан дүние саған өте маңызды болса, сен оның ақыр соңы сәтсіздікпен аяқталарын біле тұрсаң да тырысып көруің керек. Және осылай ғана өз мақсатыңа жетуге болады. Білмеймін өмірдің қашан, қалай, қай жерде бітетінін. Сондықтан мен жай беріліп, өткен өмірімді өкінішке толтырғым келмейді. Енді саған айтарым: тырыс, күрес, қателес, сабақ ал. Және ең бастысы өмір сүр. Тек өкінішсіз өмір сүр. Tell me how to forget you.